Қайырлы күн, құрметті партнерлар. Мен сіздерге бүгін Асан продукт компаниясының маркетингін айтып берейін. Өздеріңіз білетіндей, продукция қазіргі таңда сұранымы керемет. Продукция туралы айтсақ, бұл кісі профессор, биолог, ботаник кісі шығарған. Біздің основатель Ардақ ханым осы сетқа келіп, керемет маркетинг жасап берген екен. Әр продукция бізде 7000 теңге тұрады. Подписка бізде бесплатно. Бір пакет алған кезде бронза деп айтайық, бронзаға 7000 теңге. Сізге бір продукция береді. Серебро, осыған плюс 14000 теңгеге продукция алатын болсаңыз, сізге 2 продукция береді. Золото плюс 28000 теңге, сізге 4 продукция береді. Біз енді сетевик болғандықтан 49000 теңгеге сразу кіріп жатырмыз. 49000 теңгеге сіздер бизнес бастайсыздар. 49000 теңгеге кірген кезде компания сізге 3 кошелек ашып береді. Бірінші кошелек ол жаңағы 7000 теңгенің кошелегі, екінші 14000 теңгенің кошелегі, және де 28000 теңгенің кошелегі. 3 кошелек сіздерге сразу ашылады. Бинар емес, классика емес, матрица емес. Бірінші адамымыз келген кезде, сіз сияқты 49-ға кірген кезде сразу 3 кошелегіңізге ақша түседі. Бірінші адамымыз келді ма, каждыйынан сізге 20%-тан түседі. Мысалы 7000 теңгеден 20%-іміз 1400 теңге, 14000 теңгеден 2800 теңге, 28000 теңгеден 5600 теңге. Яғни 9800 теңге сізге бір контракттан 9800 теңге түседі. Енді осы кісі ағарай жұмыс жасап, сіз сияқты 49000 теңгеден адам шақыратын болса, каждыйынан сіздерге 5% ақша түсіп отырады. Түсінікті, е? Каждыйынан 5%-іміз 2450 теңге. 7000 теңгемен тіркейтін болсаңыздар 350 теңге, 14000 теңгемен болса 700 теңге, 28000 теңгемен болса 1400 теңге. 49 бен сразу 2400 теңге. Өстіп сіздердің каждыйларыңыздан 10-ші уровеньға дейін ақша түсіп отырады. Мысалы, 10-ші уровеньға бір адам келетін болса, мына кісі де алады, мына кісі де алады, мына кісі де өстіп 10 адамға ақша түсіп отырады. Каждыйынан 2450 теңге түсіп отырады. Мынау біздің бірінші вид дохода. Екінші вид дохода ол бізде активация. 7000 теңгеге ай сайын активация. 1-нен 5-не дейін сізге активация жасау керек. 7000 теңге активация жасаған кезде 15% сізге кэшбэк түседі. Яғни 1050 теңге өзіңіздің кабинетіңізге өзіңіз активация жасаған үшін 1050 теңге ақша түседі. 5%-іміз жаңағы 350 теңге. Қайтадан осы структура тұрған кісілердің каждыйынан 350 теңге түсіп тұрады. Сонда әр адам 7000 теңгеге активация жасаған кезде сіздің пассивный доходыңыз 716000 теңге. Түсінікті? Енді 49000 теңгеге тіркейтін болса, каждый 49 болса, 2,5 айдың ішінде аптасына 2 адам 49-ға тіркеп отырған кезде 2,5 айдың ішінде 5 миллион теңге ақша табуға болады. Түсінікті? Мынау біздің екінші вид дохода. Үшінші вид дохода бізде платина деген статус бар. Платинада сізде 2 личник болу керек. 2 личник 56000 теңге. Осы 56000 теңгені сіз апгрейд жасап платина кошелегіне көшесіз. То есть осы жерде тапқан табысыңыздан 56000 теңгені бөліп платинаға көшесіз, сізге 8 продукция береді. Бірінші личнигіңіз сіздің артыңыздан келетін болса 20%, 11200 теңге ақша, 5% ол 2800 теңге. Жаңа мен басында айтып кеттім ғой, мына жерде 350 теңге табасыз, мына жерде 700 теңге деп, мына жерде 1400 теңге деп. Ал мына жерге платинаға келген кезде структурный бонус 2800 теңге. Түсінікті? Келесі изумруд. Изумрудта 4 личник 112000 теңге. Бұл 112000 теңгені сіздер қалталарыңыздан шығармайсыздар. Осы жерден тапқан табысыңыздан апгрейд жасап изумрудқа көшесіздер. Сізге тағы да 16 продукция береді. Оның 20%-ы сіздің артыңыздан командан лично приглашенный бір кісі келетін болса, сразу сізге 22400 теңге түседі. 5%-ымыз 5600 теңге. Осы структура артыңыздан қайтадан келіп, платинаға қайтадан келіп, изумрудқа одни и те же люди келіп арттарыңыздан түсе беретін болса, сіз одан уже 5600 теңге аласыз. Яғни сізде уже 5 кошелек ашық болады. Келесі бізде бриллиант. Бриллиантта 6 личник. Бұл жерде 224000 теңге.
32 продукция аласыздар. 224 мың теңгенде қарыз қалмайсыздар, алтындарыңызды өткізбейсіздер. Ой жаным, сен бриллиант топсың, ой маған ақша бере тұршы демейсіздер. Осы жерде тапқан табыстарыңыздан апгрейд жасап бриллиантқа көшесіздер. Бриллиантқа көшіп келген адамыздан 20% аласыз, ол уже 44.800. Кеше өздеріңіз білесіздер, біздің командадан 2 бриллиант шықты. Лично приглашенный менде 2 бриллиантым шықты, екеуінен де 44.800. Уже 80 мың теңге табыс көрді. 5% бұл жерде 11.200. Каждый келген кісіден структурный бонус 11.200. 11.200 аласыздар, 5.600 аласыздар, 2.800 аласыздар. Мына жердегі 2.450 теңгенің каждыйына. Яғни сізде уже 6 кошелек ашылады. Түсінікті? Енді любой компанияда автопрограмма деген бар. Өздеріңіз білесіздер, біз автопрограмманы қалай жасаушы едік? Бәленбай товар оборот, осынша золото шығару керек. Оны еще бізге лизингқа беретін. Бұл жердегі автопрограммада 200 мың теңге из заработанных денег, 200 мың теңге, ол енді по желанию. Біреуіне автомобиль керек жоқ болса, онда нетпейді. Ал 200 мың теңге тапқан табысыңыздан сіз апгрейд жасап автопрограммаға көшесіз. Бірінші шақырған адамыңызды келгеннен уже сіз 40% аласыз. Например, Ғалия келді ма, Ғалиядан 40%, ол уже 80 мың теңге. Структурный бонус 10 мың теңге. Жаңағы 5% дегеніміз структурный бонус 5. Осы 10 мың теңгені компания айтады, кабинетімізден жинаңыз деп. 10 миллион болған кезде сіз заявление жазып, 10 миллионыңызды шығарып алсаңыз болады. Ал енді все в идеале жұмыс жасайтын болса, осы жерден 20 миллион 200 мың теңге ақша табуға болады. Түсінікті? Одан кейін бар бізде жилье 500 мың теңге. Бірінші адам келген кезде 40%. Сразу сізге 200 мың теңге ақша түседі. 5%-нымыз 25 мың теңге. Бағына айтып кеттім ғой, 350 теңге түседі, 700 теңге түседі деп. Сол одни и те же лица сіздердің арттарыңыздан келіп жилищный программаға келетін болса, каждыйынан сізге 25 мың теңге ақша түседі. Осы 25 мың теңге ақшаны кабинетіңізде жинап, 25 миллион болған кезде заявление жазып шығарып алсаңыз болады. Бұл жерде в идеале жұмыс жасайтын болсаңыздар 50 миллион 500 теңге ақша табуға болады. Түсінікті ғой?